Алла жазылсын сендерге бақытты ғұмыр кешіріңдер деді. Бірақ мен сыйлығымды рахмет. Тұрсынбек Қабатов деген таза кеше Мұхамеджан Тазабек парақшасына салған екен, сол жайында. Жылы жұмсақ айтып қоя салған, ақыл берсін, сабыр берсін деген сияқты. Қатты айтатын жер ғой, батырып, ей, не істеп жатсың деген сияқты. Қайдағы тоқал, отбасыңды, бала шағаңды ойламайсың ба? Елдің алдында жүргесін, дұрыс үлгі өнеге болмайсыңдар ма деп. Не масқара тірлік істеп жатсыңдар. Ел ағалары осылай қатты ұрсып айтатын болса, кішкене жастар ойланатын еді. Жалғыз Мұхамеджан Тазабеков емес, қаншама елге танымал үлкен кісілер бар, үндемейді, айтпайды, сөйлемейді. Бәрінің тоқалы бар ма әлде? Қара көз қыздарымыз солай жылап жүре берсін ба? Әпке қарындастарымыз солай жылай берсін ба? Қайдағы махаббат, тоқал, біреуге ғашық болу, ондайларға үлкендер байкот жасау керек. Концертіне бармаймыз, киносын көрмейміз, ондайларыңды қойыңдар. Дұрыс, сен семьяңды, отбасыңа дұрыс бола алмасаң, сен елге олай өнеріңді көрсетпей ақ қой деп. Неге біреудің отбасын талқылайсыңдар дейді да? Ол біреу емес, ол қаншама көрермені бар танымал адам. Сол себепті қозғалады. Екіншіден, ол қоғамның дерті. Қаншама еркектердің басында болып жатқан қателіктер. Сол тоқалға барам деп отбасынан айырылып жатқан. Міне соны Құдай көрсетіп отыр. Тұрсынбек арқылы, басқа танымалдар арқылы. Біз соны талқылап, дұрыс емес екенін айтып жөндеуіміз керек. Міне сол арқылы тәрбиелейміз қоғамды, дұрыстаймыз. Ана Нұрсұлтан Жақсыген дегеннің айтқан сөздерін көрдіңіздер ма? Не деген масқара. Еркек басымен сондай әңгіме айтып. Ана Бадықованың күйеуінде әйелін жамандап, бір олимпиада чемпионы сияқты сұхбат беріп отыр. Бір ғылым тапқандай. Не болып баратсыңдар жігіттер, еркек емессіңдер ма? Әйелдерің жарайды, кемшілік қателігі бола берсін, сабыр етпейсіңдер ма, көтермейсіңдер ма? Еркек емессіңдер ма? Сана сезімдерін оятыңдар деп бір айтатын үлкендер болмай жатыр да. Жастар керісінше айтып жатыр, сөйлеп жатыр. Жастардың аузына қақпақ болғыларыңыз келеді. Айта алмасаңыздар, біз айтамыз, сөйлейміз, шақырыңыздар сұхбатқа. Сондай елде болып жатқан қаншама азғындықтар көбейіп жатыр. Елге жанашыр сондай журналистер болса, ана Бишімбаевтың кезінде де әйелі өзі кінәлі ғой деп жүрген жігіттер бар. Бадықованды кінәлап жүрген адамдар көп. Мына Тұрсынбектің де әйелін кінәлап жатқан, немесе мына Нұрсұлтан Жақсыгеннің де әйелін кінәлап жатқандар. Әйелмен санасуға, әйелмен ұрысуға, әйелдермен айтысуға үйретіп жатыр да жігіттерді. Еркектік қасиетімізді жоғалтып, міне соның кесірінен ажырасулар көбейіп жатыр елімізде. Дана Кентай келді, достар. Дана Кентай косметика шығарды, достар. Егер де сіз Дананың косметикасын қолданатын болсаңыз, Дана сияқты жас көрінесіз, аппақ боласыз. Балғын тері мені көтендей. Табиғи түрім. Исай. Красота ғой, мынаны қай уақыттарда себем? Күнде 3-4 рет сепсеңіз болады. Қараңыз, қолыңыз кір болса да, басқа болса да, ойбай кремді бүйтіп жағамын демейсіз ба? Жаға бересіз. Мойныңызға, любой жаққа. Как вам? Мен жағыла берем. Жағу деген менің екінші атым ғой десеңізші. Зор ма? Зор. Ну, как база под макияж ретінде қолданса болады, или завершение макияжа ретінде макияждан кейін жақса да болады. Да, макияждан кейін қалай жағасың? Болады, еш нәрсе болмайды, мен жағып жүрмін. Сен қолыңызға да бүйтіп жаға бересіз, видите, өзіңізге өзіңіз. Өте ыңғайлы екен, иә? Екінші көріп тұрмын, құтты болсын, табысты болсын, отандық өнім ғой енді бұл. Өзіміздің таныстардан бір нәрсе не толып жатса, Дана ешқайда қашып кете алмайды. Обычно Кореядан тағы жақтан алдыртып жатамыз, ол кім шығарып жатыр, кім сатып жатыр білмейміз, онлайн алып отырамыз. Бір нәрсе не толып ұнамаса, Дана деп айта аласыздар. Күндіз де түнде де қолдана бересің. Құтты болсын, Дана, табысты берекелі болсын. Қуаныштымын. Алғашқы концерт ойны мөлдір екеуміз жасағанбыз.
алғашқы концерт 2009 жылы жеке концертімді да, алғашқы жеке концерт 2009-да. Содан не керек? Сөйтіп мөлдір екеуміз билет жазғанбыз. Отырып билет жазып, ол кезде билет толтырамыз. Қатар-қатарды толтырасын. Бірдеңесінші қатары, 8-ші орын, 5-ші орын, бірдеңе орын, балкон деп өзің қолмен жазасың, как положено, бәрі. Содан кейін ол билетті апарып конгресс-холлға кассаға тапсырып, концерт келмейді да, бірақ касса конгресс-холлда өзі сондай болды ғой бір уақыттар. Кассаның конгресс. Мен осыған дейін Тұрсынбектің өте қатты фанат едім. Жаңа Мөлдір апайдың сұхбатын көрдім да. Шынымен көзге жас келеді, енді ортада 5 бала бар. Айтып жатыр да Мөлдір апай, 5 балам күнде сағым жылайды деп. Енді оңай емес, ешкімге жауыңа да тілемейтін сынақ қой. Мен Мөлдір апайдың мықтылығына өте қатты риза болдым. Мөлдір апай, егер көрсеңіз, аман болыңыз, мықты болыңыз. Түннің артынан күн шығады деген сөз бар ғой. Еще мен ертең Мөлдір апайдың киносы шығайын деп жатыр екен. Мен ол кино ұнаса да, ұнамаса да барып көрем. 2-3 рет барып көрем. Өйткені қолдағым келіп тұр мен сол кісіні. Тұрсынбек ағадан қатты көңілім қалды. Ой, қатты фанат едім мен ол кісіге. Ой, мен осы өнер жолында Тұрсынбек сияқты болғым келеді деп әзіл әлемде болашақ өнер көрсем дейтін едім. Ыңғайсыз тартпай қалды. Сол интервьюға қарап түсінуге болады да. Мөлдір айтты ғой, енді 14 жылдан бері шыдап келе жатырмын, қояр, болды жаңағыдай не істер деп та, өз-өзіне келер деп күттім деді ғой. Бірақ міне, осы жерде мына сөз түсінуге болады. Қадіріңді білмейтін жерде 1 минутта қалма деген сөзі. 14 жыл бойына күтті, қадірін білді ма? Келді ма қайтадан? Есін жейді ма? Жоқ. Есін жиған жоқ. Соңғы жағында тіпті басынып кетті. Сен бұға берген сайын үстіңнен сұға берді. Сөйтіп 14 жыл уақыты кетіп қалды да. Ойлашы, 14 жыл бойына ол қандай стрессте, қандай депрессияда, өз-өзін құнсыздандыру, әйел адамның жаңағыдай затын сындырады, ол деген самооценкасын сындырады. 14 жыл бойына сондаймен өмір сүріп келген да Мөлдір. Соған қарап, өзіңнің қадіріңді білмейтін жерде 1 минутта қалма. Баяғы жартас, сол жартас ауру қалса да әдет қалмайды дейді ғой. Өзгермейтін адам өзгермейді екен. Бір рет қателесті ма, уже қою. Енді Тұрсынбектен ондай күткен жоқпын бар ғой, шын айтайын. Тұрсынбек деген мен папамның, көкенің кумирі еді кәдімгідей. Көке деген фанаты Тұрсынбектің, Тұрсынбек деп отыратын. Көз алдымда дәрежесі ниже плинтус түсіп кетті ғой. 14, еще 3 баласы бар дейді. Жаңағы неден. Қалай осында өзде қыз өсіріп отыр, мамасында бір әйелді жылатып қойып, жаңағыдай қылып та, өрімдей қылып 21 жасында алған Мөлдірді. Қыз қылып алған, 5 бала тудырып, жылатып қойып, екінші әйелге кетіп, соңғы жағында нағылы жүріп, вообще қорқайын дедім мен деген бар. Қыздарымызға қорқайын дедім ол мен. Сол интервьюға қарап түсінуге болады да. Мөлдір айтты ғой, енді 14 жылдан бері шыдап келе жатырмын, қояр, болды жаңағыдай не істер деп та, өз-өзіне келер деп күттім деді ғой. Бірақ міне, осы жерде мына сөз түсінуге болады. Қадіріңді білмейтін жерде 1 минутта қалма деген сөзі. 14 жыл бойына күтті, қадірін білді ма? Келді ма қайтадан? Есін жейді ма? Жоқ. Есін жиған жоқ. Соңғы жағында тіпті басынып кетті. Сен бұға берген сайын үстіңнен сұға берді. Сөйтіп 14 жыл уақыты кетіп қалды да. Ойлашы, 14 жыл бойына ол қандай стрессте, қандай депрессияда, өз-өзін құнсыздандыру, әйел адамның жаңағыдай затын сындырады, ол деген самооценкасын сындырады. 14 жыл бойына сондаймен өмір сүріп келген да Мөлдір. Соған қарап, өзіңнің қадіріңді білмейтін жерде 1 минутта қалма. Баяғы жартас, сол жартас ауру қалса да әдет қалмайды дейді ғой. Өзгермейтін адам өзгермейді екен. Бір рет қателесті ма, уже қою. Енді айтайын, мына жерде енді хотя бы Тұрсынбек ажырасып кетіп, содан кейін барып басқа әйелге үйленсе, онда уже ажырасып кетіп үйленіп отыр ғой дейсің. Мына жерде әйел үйінде отыра тұра, әйел көніп күтіп отыр әлі де да. Бала шағаңыз бар ғой, елге жұртқа ұят болмайық, Тұрсынбектің дәрежесін түсірмейін деп Мөлдір үйінде 14 жыл бойына күткен да. Ал ол ана әйелге 3 бала тудырған дейді. Әйелінің үстіне әйелмен жүріп тұр ғой енді. Бұндай еркектердің түбі неге алып баратын айтайын. Қазір жас, билік бар, жаңағыдай жастығың бар, әлде абыройың бар деген сияқты. Бірақ менің айналамда да
өзімнің көзіммен көрген нәрсемді айтайын деп тұрмын. Менің айналамда да ондай адамдар бар. Не болды? Айтайын ба? 3 әйел алды, 4 әйел алды, 5 әйел алды, 6 әйел алды, неше рет үйленсе де бір баласы қазір сол әкесінің бетіне қарамайды, ешқандай әйелі жанында емес, жалғыз өзі қу тізесін құшақтап жүр. Ондай еркектердің жазасы қартайған шағында болады екен. Мен түсінгем, 50-ден 60-тан асқаннан кейін ондай еркектер ешкімге керек емес болып қалады. Манағы бірінші әйеліне де, екінші әйеліне де, үшінші әйеліне де, тоқалына да, топсасына да ешкімге керек емес болып қалады. Балаларына да керек емес болып қалады. Балалар да уважать етпейді, потому что кезінде қиналған кезде балаларының жанында болмағандықтан, шешесіне андай зұлымдық жасап кеткендіктен балаларды әкесінің қартайған шағында қабылдамайды. Соңында қартайған шағында әркімнің есігін қағып, торауылдап, жалғыз өзі қу тізесін құшақтап, жалғыз қалып қояды. Ал әйел ше? Әйел сол бала шағасымен әрі қарай келін алып, қыздарын күйеуге жіберіп, ол жалғыз қалмайды. Ол керісінше уақыт өте келе тыныштыққа келеді жаны. Ал ондай еркектердің түпкі жаңағы апаратын жолы жалғыздық. Ол еркектің әке-шешесі де өмірден өтеді, балалары қабылдамайды, бірінші, екінші, үшінші әйелі тоқал, соқал ешкім қабылдамайды, соңында өзі қалып қояды бүйтіп. Сондай. Бұл жерде енді нәпсісін жеңе алмаған еркектің бейнесін көруге болады. Өзінің тым жақсы өрімде әйел болды, қыз қалып алды, бала шағасын туып берді, үйін ұйытып отырды кәдімгідей. Тым жақсы семья болып отқан жерінен біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді дейді ғой. Тойып секірді да. Соңында Құдай да оны қартайған шағында тойдырады да. Сол үшін, ер адамдар, сендер всегда жас, всегда биліктерің бар қолдарыңда, всегда ақшаларың бар, всегда авторитеттерің бар болып қалмайсыңдар. Бір күні сендерден де билік кетеді, бір күні сендерден де дүния кетеді. Сол кезде жаныңда қалатын жақының, бала шағаң екенін ұмытпаңыздар. Бұл өмірдегі ең басты байлық ол сенің жақындарың, бала шағаң. Дүния бірде бар, бірде жоқ. Жастық шақ өтеді де кетеді. Уақыт деген зымырап, артына шаңына да ілестірмей қалады. Сол үшін қадірін біліңдер. Ертең қартайған шақтарыңда әркімге күлкі болып, не үйің жоқ, не күйің жоқ, бала шағаң жоқ, жындадан ұқсап қалмайды. Нәпсісін жеңе алмаған еркектің бейнесін көруге болады. Өзінің тым жақсы өрімде әйел болды, қыз қалып алды, бала шағасын туып берді, үйін ұйытып отырды кәдімгідей. Тым жақсы семья болып отқан жерінен біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді дейді ғой. Тойып секірді да. Соңында Құдай да оны қартайған шағында тойдырады да. Еще кейбір ер адамдар айтады да, ой, бала бәрібір өзі іздеп келеді, әкесі анау мынау дейді да. Қазіргі балдар баяғы балдар сияқты емес. Біз балаға қанша жерден жаңағыдай жамандап, жаңағыдай әкесін андай не қылып айтпасақ та, баланың өзінің жүрегі сеземі. Тіпті керісінше біз сол әкесін жаман көріп қалмасыншы деп балаға мақтаймыз. Жө, сен әкең күшті ғой, сен папаң мынандай ғой деп айтамыз. Сонда да бала іштей бір нәрсені сезіп тұрғандай, баласына, әкесіне қатты жылмайды. Неге екен? Сол үшін қазіргі балалар да ақымақ емес уже. Біреулер баяғы заманмен қалып қойып айтады да, жаңағыдай бала бәрі іздеп келеді әкесін деп та. Мен мысалға айналамда бар ғой адамдарда. Уже ол балалар уже үйленіп, өздерінің балалары бар да. Баяғы тастап кеткен әкесіне жылап атырған жоқ ол балалардың өздері. Сол кезде сұрақ қоямыз ғой, не үшін өйтіп әкеңе не істейсің? Әкең ғой бәрібір де қандай болса да деген кезде, бізге қиын болған кезде қайда болды ал әкеміз болса деген кезде тым жауап бере алмай қаласың өзің. Хотя бы Тұрсынбек ажырасып кетіп, содан кейін барып басқа әйелге үйленсе, онда уже ажырасып кетіп үйленіп отыр ғой дейсің. Мына жерде әйел үйінде отыра тұра, әйел көніп күтіп отыр әлі де да. Бала шағамыз бар ғой, елге жұртқа ұят болмайық, Тұрсынбектің дәрежесін түсірмейін деп мөлдір үйінде 14 жыл бойына күткен да. Ал ол ана әйелге 3 бала тудырған дейді. Әйелінің үстінен әйелмен жүріп тұр ғой енді. Бұндай еркектердің түбі неге алып баратынын айтайын. Қазір жас, билік бар, жаңағыдай жастығың бар, әлде абыройың бар деген сияқты. Бірақ менің айналамда да өзімнің көзіммен көрген нәрсемді айтайын деп тұрмын. Менің айналамда да ондай адамдар бар. Не болды? Айтайын ба? 3 әйел алды, 4 әйел алды, 5 әйел алды, 6 әйел алды, неше рет үйленсе де бір баласы қазір сол әкесінің бетіне қарамайды, ешқандай әйелі жанында емес, жалғыз өзі қу тізесін құшақтап жүр. Жастық шақ мәңгілік емес, қартаясыңдар, таяққа сүйенесіңдер. Сол кезде қастарында бала шағаларың ғана қалады, Құдай-ау. Қазір жүресіңдер ғой әр қатынның артынан. Кезінде әкеміз сап кетті дейді да. Уже ауырған кезде бала шағасын іздейді да. Ана қауқары бар кезде, билігі, ақшасы бар кезде бізді іздеп келіп, ой асырайын, балам не жеп жатыр, не ішіп жатыр деген жоқ дейді.
Қауқары кетіп уже денсаулығы жоқ болған кезде балаларым деп іздеп отыр дейді да. Үш түрлі әйелден 6 баласы бар екен. Енді үшеуінен де ажырасып кеткен екен, қазір жалғыз өзі қалды дейді, ауырып қалды дейді. Енді ешкім бақпай жатыр дейді жаңағы нені, еркекті да. Кезінде шешеміз тастап кетті, шешеміз өзі көтерді, бізді өзі бақты деп, ешқандай баласы қолына алмай отыр екен. Анау туалетке бара алатындай жағдайда емес екен жаңағы қыздың әкесі. Қыз жазып отқан маған да. Сөйтіп көрдік, әкеміздің сондай состояниесін деп жазып жүріпті да маған. Соны түсінбейді ер адамдар деп та. Мен жылмайды ішім әкеме деп жазып жіберіпті ана қыз. Ер кісілер де жазып жіберген. Біздің де әкеміз типа қартайған шағында келді, үйге кіргіздік, шайын бердік, бірақ вообще ішім жылаған жоқ дейді. Бір әкем-ау деп бүйтіп қараған жоқпын дейді. Себебі ол жоқ кезде қалай қиналғанымыз менің әлі көз алдымда дейді да. Шешемнің қалай күнімен түнімен жұмыс жасап біз үшін жаңағыдай еңбек еткені әлі көз алдымда тұр дейді да. Мен әкем тек әке деген ғана бір аты ғана болмаса, атап бір әке деген махаббатты вообще сезінбеген мен ол адамнан. Ер баланың өзі сөйтіп жазды ғой. Кино ма бірдеңе шайып жатыр екен ғой да. Соған барайық 10 минутқа жеткізейік қазір дейді ғой мә. Осы жылы женская солидарностьтың потолок жылы болып тұрған сияқты да. Шай в большом городе ма? Аты шай, бірдеңе. Қыз өз өмірін сүрген ба? Қызықса кетеміз. Барайық. Қолдаймыз да женский солидарность барамыз деп айтыр. Астықшақ мәңгілік емес, қартаясыңдар, таяққа сүйенесіңдер. Сол кезде қастарында бала шағаларың ғана қалады, Құдай-ау. Қазір сөйлесіңдер ғой әр қатынның атынан. Кезінде әкеміз сап кетті дейді да. Уже ауырған кезде бала шағасын іздейді дейді да. Ана қауқары бар кезде, билігі, ақшасы бар кезде бізді іздеп келіп, ой асырайын, балам не жеп жатыр, не ішіп жатыр деген жоқ дейді. Қауқары кетіп уже денсаулығы жоқ болған кезде балаларым деп іздеп отыр дейді да. Үш түрлі әйелден 6 баласы бар екен. Енді үшеуінен де ажырасып кеткен екен, қазір жалғыз өзі қалды дейді, ауырып қалды дейді. Енді ешкім бақпай жатыр дейді жаңағы нені, еркекті да. Кезінде шешеміз тастап кетті, шешеміз өзі көтерді, бізді өзі бақты деп, ешқандай баласы қолына алмай отыр екен. Анау туалетке бара алатындай жағдайда емес екен жаңағы қыздың әкесі. Қыз жазып отқан маған да. Сөйтіп көрдік, әкеміздің сондай состояниесін деп жазып жүріпті да маған. Соны түсінбейді ер адамдар деп та. Мен жылмайды ішім әкеме деп жазып жіберіпті ана қыз. Ер кісілер де жазып жіберген. Біздің де әкеміз типа қартайған шағында келді, үйге кіргіздік, шайын бердік, бірақ вообще ішім жылаған жоқ дейді. Бір әкем-ау деп бүйтіп қараған жоқпын дейді. Себебі ол жоқ кезде қалай қиналғанымыз менің әлі көз алдымда дейді да. Шешемнің қалай күнімен түнімен жұмыс жасап біз үшін жаңағыдай еңбек еткені әлі көз алдымда тұр дейді да. Мен әкем тек әке деген ғана бір аты ғана болмаса, атап бір әке деген махаббатты вообще сезінбеген мен ол адамнан. Ер баланың өзі сөйтіп жазды ғой. Мен Тұрсынбек Қабатұлының ұлымын. Өздеріңіз білесіздер, менің папам өнер адамы, сахнада көп халықтың алдында жүрген адам. Сондықтан әрине ол кісінің жұмысына қатысты ештеңе айтқым келмейді. Бірақ та мен Тұрсынбек Қабатовтың ұлымын. Ол енді ары қарай қалай деген сұрақтарыңыз болса, ол отбасылық мәселе. Сондықтан мен әкемді құрметтеймін, сыйлаймын. Және мына өнер жолындағы жүргізушілігін де, талантын да мен құрметтеймін. Сондықтан артық ештеңе айтпаймын. Сондықтан мен Ал біз үйге қарай қайтып жатырмыз эфирден кейін қазір. Мына жерде Айгулечка. Біз бірінші көріп қойдық мұнды. Бірінші. Жаным. Ал енді удачи. Сендермен отырған қызығып, мына кетіп бара жатыр. Негатив айтатын маған адам. Иә. Сол ғой. Сол Айгулечканың сусында. Құдай қаласа, бұл да үйленіп кетем дейді. Құдай қаласа. Иә. Гүлжан не болды? Жаным. Демей-ақ қойшы. Вы знаете, что я сегодня поняла? Что Галмжан в подростковом возрасте учил все цитаты. Так же? Я, Витя Көзінде. Давай бірден айтып қой. Чтобы стать царем, мало вести себя по-царственному. Надо быть царем. Ассаламу-алейкум. Какая красота! Первый снег. Снег, у нас снег деген видео бар эле ғой. Біздің
бірден айтып берейінші. Иә. Біздің кездесуіміз алғашқы қар. Снег дейді. Классно.